Сіздермен Киноқалам арнасы. Бүгін мен алдыңғы ролигімде уәде бергендей, Қазақстан Республикасының мәжіліс депутаты, блогер Дәулет Мұқаев мырза барша қазақстандықтарға көруге кеңес берген «Исчезнувшие в звездах» фильміне қысқаша киношолу жасаймын. Хэфэй деген Қытай азаматы 2 апта бойы Таиландта өзінің жоғалған Мудзи есімді әйелін іздеп жүруімен басталады. Әйелі екеуі Таиландқа үйленгендеріне 1 жыл болғанын тойлау үшін келген еді. Ол полиция бөлімшесіне келіп, әйелінің жоғалғанына таиландтық полицейлерді сендіре алмай әлек. Олар оны жай отбасылық кекілжің деп қайтарады. Хэфэй Тай полициясынан көңілі қалып, бөлімшенің сыртында тұрғанда оның жанына ұлты Қытай Джен есімді полицей келіп көмек көрсетемін деп өзінің визиткасын беріп кетеді. Хэфэйдің Қытайға қайтуына 5 күн ғана қалған. Жігіт үйіне барып мас болып ұйықтап қалады. Таңертең оянса, жанында бір әйелдің ұйықтап жатқанын көреді. Әйел жігіттің жоғалған әйелі Мудзи екенін және оған қатты ренжіп 2 апта бойы жігітті жазалау үшін алыс бір жерде болдым деп айтады. Жігіт оның мүлдем басқа әйел екендігін көріп, оған алаяқсың деп ашуланып, полицей Дженді шақыртады. Джен келісімен қыздың толық құжаттарын тексереді. Құжаттар барлығы дұрыс екендігіне көзі жеткеннен соң, Хэфэй ол менің әйелім емес екенін дәлелдеймін деп сұрақтың астына алады. Қыз болса барлық сұрағына жауап береді. Тіпті телефонында осы қыздың фотолары бар болып шығады. Полицияға дәлелдей алмаған Хэфэй енді өзі дәлел іздеймін деп Таиландта өзінің әйелі екеуі жүрген барлық жерге барып шығады. Ешкім ештеңе білмейді. Тіпті екеуі барған фотосалонға да барады. Ол жердегілер түскен суреттің көшірмесі жоқ дейді. Өзінің шынайы әйелінің бірде-бір фотосын таппаған Хэфэй әйелінің жалғыз құрбысы Манманға жазады. Манман Хэфэйді ұнатпаған екен. Сол себепті де оны блоктап тастаған. Солай жүргенде әйелімен бірге барған кітап дүкені есіне түседі. Ол жерге барса, әйелімін деген қызда жүр екен. Дүкенде камера бар екенін көріп, жігіт бірден Дженді шақырады. Олар камераны бірге тексереді. Камерадағы әйел дәл жанында тұрған қыз болып шығады. Оны көргеннен кейін Хэфэйдің басы айналып, қалтасынан дәрісін алып ішпекші болады. Оны байқаған Джен не дәрі екенін сұрайды. Қыз Хэфэйдің миында ауытқуы бар екенін және осы дәріні ішкеннен бері ол қатыгез болып кеткенін айтады. Джен Хэфэйдің миында неврологиялық ауытқуы бар екенін білгеннен кейін істі одан ары жалғастырудан бас тартып, енді хабарласпа деп кетіп қалады. Хэфэй өзінің жиі баратын барына келіп ішеді. Сол жердегі теледидардан бір адвокат әйелді көріп қалады. Сосын ол сол жердегі Крис есімді барменнен бұл әйелдің кім екендігін сұрайды. Крис оған бұл Чан Мэй деген елдегі ең мықты адвокат екенін және бірде-бір істі жеңіліп көрмегенін айтады. Ертеңінде Хэфэй Чан Мэйдің офисіне барып, болған барлық жағдайды айтып береді. Чан Мэй бұл істі өз қолына алатынын айтып, екеуі танысқан кезден бастап барлық болған оқиғаны бүге-шүгесіне дейін сұрай бастайды. Жігіт әйелімен бұрын кәсіби дайвер болып жұмыс істеп жүргенде танысқанын айтады. Жігіт қызды суға батып бара жатқанда өмірін құтқарып қалған. Мудзи өте бай біреудің жалғыз қызы және әйелінің бала кезінен танитын жалғыз ғана құрбысы бар болып шығады. Есімі Манман. Театр режиссері болып жұмыс істейді екен. Бірақ Хэфэй оны бірде-бір рет көрмегенін айтады. Тек қана оның әлеуметтік желідегі фотосын ғана көрген. Ол фотода кеуде тұсында салынған татуировканың суреті тұрады. Хэфэй Чан Мэйге әйел екеуінің басынан өткен тағы бір оқиғаны айтып береді. Бірде олар көлікпен жолда келе жатқанда, алдарынан қарсы бағыттан көлік шыға келіп, кішігірім жол апатына ұшыраған. Болған жайттың бәрін тыңдап болған соң, Чан Мэй Хэфэйді біреулер тұзаққа түсіргісі келіп жүргенін айтады. Таиландта бай туристерді осылай алдап, оларды өлтіріп, парақшаларын алып алатын арнайы ұйымдасқан синдикат бар екенін айтады. Және жігіттің өтірік әйелімін деп жүрген қыз да сол синдикаттың адамы екенін айтады. Екеуі содан кейін Хэфэй мен Мудзи барған фотосалонға қайта барады. Ол жерден екеуін суретке түсірген фотографтың аты Хасл екені және оның ештеңе айтпай жұмыстан кетіп қалғанын біледі. Чан Мэй Хаслды өзінің адамдарына іздетіп жатқандығын айтады. Осы кезде Хэфэйдің телефонына К деген белгісіз біреу хабарласады. Адвокат әйел Хэфэйге әйел екеуі тұрақтаған қонақ үйге апаруды сұрайды. Және әйел жоғалар алдында не болғанын барлығын айт дейді. Жігіт бәрін баяндай бастайды. Хэфэй бармен жігіт Кристің көмегімен Мудзи жоғалардың алдында оған фейерверк атып бір тосын сый жасамақ болған екен. Сөйтіп ол Криске қоңырау шалып, бәрі дайын ба деп сұрап алғасын, әйеліне келіп кетулері керектігін айтады. Ал әйелі болса өзін аздап жайсыз сезініп тұрғанын айтып, артынан өзі баратындығын айтады. Хэфэй болса оған көніп, өзі жалғыз барға барып Мудзиді күтеді. Күтіп отырған барында кім көп ішімдік іше алады деген жарыс өтіп жатыр екен. Сол жарысты жүргізіп жүрген бармен Крис Хэфэйді көріп қалып, оны ортаға алып шығып, ішуге мәжбүрлейді. Көп ішіп қойған Хэфэй бардың әжетханасына құсуға барып бірнеше сағат ұйықтап кетеді. Біреу әжетхананың есігін қаққанда барып бірақ оянады. Әжетхананың терезесіне қараса,
әйеліне тосын сый ретінде дайындаған фейерверктері атылып жатыр екен. Ол бірден әйеліне хабарласып ала алмайды. Әжетханадан шықса, оны күтіп тұрған еркек оған дөрекілік көрсетеді. Сол себепті оны Хефей соғып жібереді де өзі қонақ үйіне қарай жүгіреді. Келсе номерінде әйел жоқ болып шығады, ал қонақ үй қызметкерлері әйелінің шығып кеткенін айтады. Барлығын тыңдап болған Чанмей олар жігітті қалай тұзаққа түсіргендерін толық айта бастайды. Ең алдымен қыз кітап дүкеніндегі камерадағы видеоны көрсетеді. Ол жерде мұқият қараса, видеоның монтаждалғанын байқауға болады. Және осы қонақ үйдің басқарушысы синдикаттың адам екенін айтады. Бұл өте жоғарғы кластағы қонақ үй. Жігіт өзінің ақшасы бар екенін жасырмағаннан кейін, қонақ үйдің басқарушысы алдында дәулетті адам тұрғанын түсінген. Және оның миында неврологиялық ауруы бар болғасын оңай олжаға айналдырған. Өздерінің құйтырқы жоспарларын жүзеге асыру үшін олар жігітке ұйықтататын дәрі беріп, жігіттің ұялы телефонын ауыстырып, жоғалған әйелінің құжаттарын алып, ноутбуктағы әйелі жайлы барлық ақпаратты өшіріп тастаған. Басқарушы онымен қоймай, кітап дүкеніне барып бейнебақылаудағы видеоны монтаждап кетеді. Барлық жұмысты бітірген соң, өзінің әйелімін деген алаяқ қызды жігіттің жанына жатқыза салады. Чанмей Модзиді синдикаттың адамдары алып кетуі мүмкін екенін айтады. Осы кезде номерге әйелі болып жүрген алаяқ қыз кіріп келеді. Екеуі бірге кешкі ас ішеді. Хефей одан әйелінің қайда екенін сұрайды, қанша сұраса да беретіндігін айтады. Ал алаяқ әйел болса, жігіттің миында ауруы бар екенін айтып, жігітті психикалық ауруханаға жатқызып, бар байлығын өзіне алып аламын деп мысқылдап күледі. Хефей ашуға мініп, қызды итеріп жібереді. Қыз осы сәтті пайдаланып, адамдардың көзінше жәбірленуші болып көрініп, жылап айқайлай бастайды. Чанмей жігітке қыздың құрған тұзағына тағы түсіп қалғанын айтады. Және өзінің шын әйелін олар ұрламады дейді. Егер ұрлаған болса, баяғыдан ақша сұрайтындарын айтады. Екеуі көлікпен келе жатқанда арттарынан күні бойы аңдып жүрген бір көлікті байқайды. Екеуі бір қонақ үйге келіп тоқтайды. Жігітке тағы да К деген біреу қоңырау шалады. Таңертең олар көлікке отырып, арттарынан аңдып жүрген көлікті адастырып, тез арада көліктерін ауыстырып, енді өздері сол көліктің соңынан ереді. Көлік қараусыз қалған ескі бір үйге келеді. Көліктің ішінен бір бейтаныс жігіт шығып, қараусыз қалған үйге кіріп шыққан соң көлікке қайта мініп кетіп қалады. Хефей мен Чанмей үйге кіреді. Үйде көптеген адамдардың құжаттары шашылып жатыр. Ал керегеде Хефей мен Модзидің суреті және соларға қатысты көптеген деректермен мұқият құрылған жоспар ілулі тұр. Чанмей ол деректерден Хефейдің казинода ойын ойнап отырған суретін көріп қалады. Дәл осы кезде өздерін аңдып жүрген белгісіз жігіт келіп, екеуін қарумен ата бастайды. Екеуі әрең дегенде қашып құтылып бір мұнараның жанына келіп тоқтайды. Чанмей Хефейге казинода отырған суретін көрсетіп, не жасырып жүргенін сұрайды. Жігіт бұрын азартқа берілген ойыншы екенін мойындайды. Ол көп ақша ұтылып, қоңырау шалып жүрген К деген адамнан үлкен сомада қарыз алған екен. Осылай қарызға белшесінен батып жүргенде ол Модзиді кездестіреді. Модзи бай отбасынан болғандықтан үйленер алдында жігіттің барлық қарызын жауып береді. Жігіт енді ойнамаймын деп уәде береді. Ертеңінде Чанмей өздерін өлтірмекші болған қуғыншы жігіт аса қауіпті қылмыскер екенін анықтайды. Олар бай адамдарды ұрлап, ақшаларын өздеріне алып отырған. Бұл үлкен ұйымдасқан қылмыстық ұйым екенін айтады. Және Чанмейдің адамдары фотограф Хасылды тауып алған екен. Хасыл 200 мың доллар берсе, Хефей мен әйелінің бірге түскен фотосын беріп, полицияға қылмыскерлерге қарсы куә бола алатынын айтқан. Хефей мен Чанмей жағажайға Хасылмен кездесуге келеді. Хасыл оларға түсірген фотоларын көрсетеді. Кенет суретті көрсетіп отырғанда олардың жанынан суға түсуге арналған құрал жабдықтарды жалға беруші жігіт Модзиді танып қояды. Ол шөуінен осы қызды танисыңдар ма деп сұрайды. Ол Модзидің құрал жабдықтарды жалға алып әлі қайтармағанын айтады. Хефей бірден ол мүмкін емес, біреумен шатастырып тұрсың деп жауап береді. Олар Хасылды алып көлікке отырып полиция бөлімшесіне қарай жол тартады. Құрал жабдықтарды жалға беруші жігіттің сөздерінен күдіктенген Чанмей көлікті тоқтатып Хефейден тағы не жасырып жүргенін сұрайды. Хефейдің тағы бірдеме жасырып отырғанына сенімді болған Чанмей оны сұрақтың астына алады. Хефей оған ашуланып Хасылды көліктен түсіріп, бөлімшеге өзі алып кетпекші болғанда кенеттен Хасылды белгісіз біреу атып өлтіреді. Хефей мен Чанмей қаша жөнеледі. Хефей үлкен бір сарқырамадан секіріп кетіп, әзер қашып құтылады. Чанмей қалып қояды. Хефей сарқырамадан шығып жеделдетіп қонақ үйіне барып, жылдам заттарын жинап елден кетпекші болып дайындалып отырады. Сол кезде бөлмеге қолында шыны бөтелкесі бар, әйелімін деп жүрген алаяқ қыз кіріп келеді. Хефей оған қанша ақша сұраса да беретінін айтады. Қыз оған барлық ақшасы керек екенін айтып, қолындағы бөтелкесімен өз басынан ұрады да жерге құлайды. Ол қызға қатты ашуланған жігіт оның үстіне отырып алып буындыра бастайды. Сол сәтте бөлмеге бірнеше полицей кіріп келіп, жігітті электрошокермен талдырып тастайды. Бұл алаяқ қыздың Хефейді есінен ауысқанын қылып көрсету үшін жасаған айласы болып шығады. Талып қалған Хефей көзін ашса, психиатриялық аурухананың палатасында жатыр екен. Оның аяқ-қолын байлап тастаған. Әйелі оны жынды қылып көрсеткісі келіп жүргенін
екенін айтады. Осы кезде палатаға полицей Джен кіріп келеді. Оны көрген Хефей қуанып құтқар десе, артынан алаяқ әйелі мен өздерін аңдып жүрген қылмыскер жігітте кіреді. Хаслды өлтірген осы Джен болып шығады. Ол ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшесінің бірі. Олар Хефейге қарап мысқылдап күледі. Дәрігер операцияның жарты сағаттан кейін басталатынын айтып, Хефейдің шашын қырқып тастайды. Хефей біраз уақыт таңулы күйі жалғыз жатады. Бір кезде оның жанына медбикенің киімін киіп алған Чанмей келеді. Хефей оған құтқар деп оны өлтіргісі келетіндерін айтты. Чанмей Хефейге олардың өте мықты ұйым екенін айтып, Хаслдың өлімін Чанмейге жапқанын айтады. Енді Чанмейді іздеуде жүр. Ұйым барлығын пара беріп сатып алған. Енді қалған жалғыз жол ол шын Мудзиді табу екенін айтады. Ол Хефейден Мудзи қайда деп сұрайды. Чанмей Хефейге Мудзиді сен өлтірдің деп айыптай бастайды. Оған дәлел ретінде Чанмей жағажайда құрал жабдықты жалға беруші жігітке барып, Мудзидің екі адамға құрал жабдықты жалға алғанын дәлелдейтін құжатты алып келеді. Ол жерде екінші адамның киім өлшемі дәл Хефейдікімен бірдей болғанын айтып, не жасырғанын сұрайды. Чанмей Хефейдің Мудзиді қалай өлтіргенін де болжап айтып береді. Сол күні Хефей Крисқа қоңырау шалып, фейерверкті тамашалайтын ең жақсы орынды дайындатып, өзі сол жерге барып отырады. Бірақ ол әйеліне жұмыста серіктесімен жедел түрде кездесуім керек деп, Мудзиге жағажайға барып күте тұруын айтып кетіп қалған. Әйелін жағажайға жіберіп, өзі барға барып, әйелінің күткендей болып отырады. Оны барлығы осында екен деп ойлау үшін, ол ішімдік ішу жарысына да қатысады. Ол көп ішіп қойған болып, бардың әжетханасына келіп, ішінен жауып алады да сол әжетхананың терезесінен секіріп түсіп, Мудзиге жағажайға барады. Ол екеуі суға бірге сүңгіп кетіп, біраз уақытта Хефей жалғыз өзі шығады. Ол барға қайта оралып, әжетхананың терезесінен кіріп, сол жерде бірнеше сағат ұйықтап қалғанда кейіп танытып шығады. Шыға салысымен қарсы алдында келе жатқан еркекті әдейілеп ұрады. Себебі оны барлығы сол жерде болды екен деп ойлауы керек. Және Хефей Мудзиді алғаш көріп, оны өлімнен құтқарып қалғаннан кейін, оның досы Мудзиді байдың қызы екенін айтады. Осы сәттен бастап Хефей Мудзиді толық зерттеп, оны өзіне қаратып алған болып шығады. Екеуі тап болған көлік апаты да Хефейдің ісі болып шығады. Хефей осының бәрін тыңдап тұрып, қатты ашуланады да Чанмейден не керек екенін сұрайды. Чанмей өзіне бостандығы керек. Егер Мудзидің денесі қайда жатқанын айтса, ол бірден полицейлерге хабарласып, екеуі де аман қалатынын айтады. Және Хефей түрмеге отырса да шығарып аламын деп уәде береді. Жігіт мойындамайды, бірақ Чанмей уақыт аз қалғанын айтып, қазір операцияның басталатынын ескертеді. Амалы таусылған Хефей Мудзидің денесі Моша мұнарасының астында жатқанын мойындайды. Хефей тағы да азартқа беріліп, ол К есімді азаматтан тағы да 10 миллион қарыз алған екен. К оны өлтіремін деп бопсалаған соң, ол Мудзиден тағы қарызын жауап беруін өтінеді. Хефейдің азартты қайта ойнағанынан қатты көңілі қалған Мудзи ақша беруден бас тартады. Не істерін білмей жүрген Хефей сол кезде интернеттен қалай біреудің әйелі өлгеннен кейін байып кеткені жайлы мақаланы оқиды. Оқығаннан кейін ол Мудзиді өлтіріп, бар байлығын өзіне қалдырмақшы болып, осы жоспарды құрған екен. Және осының бәріне өлген әйелін кінәлайды. Егер ақша берсе, бұлай болмасын да айтады. Осы кезде Чанмей жылап сыртқа шығып кетеді. Хефей байлаулы тұрған қол-аяғын шешіп, ол да сыртқа шығады. Шықса, ол психиатриялық ауруханада емес, ескі қараусыз қалған ғимаратта екенін түсінеді. Ол шыққанда оны бір топ адам күтіп тұрады. Олардың арасында полицей Джен, алаяқ әйелі болып жүрген қыз, аңдып жүрген қылмыскер, фотограф Хасл, дәрігер, осы күнге дейін Хефейге жолыққан барлық адамдар оны күтіп тұр. Олардың арасынан Чанмей шығып, мойнынан жапсырылған наклейканы алып тастап, астында жасырулы тұрған татуировканы көрсетеді. Хефей алдында тұрған Мудзидің жалғыз құрбысы Манман екенін түсінеді. Осының барлығын ұйымдастырып жүрген де осы Манман болып шығады. Мудзи Хефеймен суға жүзердің алдында Манманға суға жүзейін деп жатырмыз деп сообщение жазып үлгерген екен. Манман болса судан шыққанда хабарлас деген екен. Мудзиден хабар болмағасын ол қоңырау шалып көреді, бірақ ала алмайды. Ол өзі Таиландқа Мудзиді көру үшін ұшып барады. Барса Мудзидің іздеудегі фотосын көреді. Мудзиді Хефейдің өлтіргенін біліп, оны тұзаққа түсіру үшін өзімен бірге театрда өнер көрсететін барлық актерларды Таиландқа шақырады. Міне олар осылай өздерінің қойылымын қояды. Хефей жынданып Манманға өлтіремін деп бара жатқанда дереу полиция келе қалып, оны тұтқындайды. Манман өзінің әріптестерімен бірге Мудзидің денесін алып шығу үшін су астына түседі. Түссе Мудзидің денесі 4 бұрышты темір торға қамаулы тұр екен, және Мудзидің қолынан бір фото тауып алады. Манман Хефейді көру үшін түрмеге келеді. Ол оған тауып алған фотоны береді. Фотода Мудзидің УЗИ-ға түскен сурет екен. Онда оның аяғы ауыр екені көрсетілген. Ол фотоны Мудзи әдейілеп су астында Хефейге көрсетемін деп
қаптап апарған екен. Ал Хефей болса Мудзиді торға қамап кетіп бара жатқанда, Мудзи оған бір нәрсе көрсеткісі келгенін байқаған болатын. Бірақ ол оны көрмей жүзіп кетеді. Сөйтсе ол баласының фотосы болып шығады. Манман түрмеден кетіп қалады. Ал Хефей суретті көргесін айқайлап жылаумен түрмеде қалады. Исчезнувшая звезда фильмі қалай сіздерге? Мен шыны керек осы фильмге киношолу жасап отырғанда сіздерге дұрыс түсінікті қылып жеткізе аламын ба деп көп ойландым. Себебі бұл фильм детектив жанры және күтпеген оқиғаларға толы болғандықтан түсіндіруге оңай болмады. Және өте әсерлі кино. Киноны алғаш көргенде қызды аяп қатты әсер алған едім. Киношолу барысында тағы да ойға баттым. Фильмді көріңіздер, қытайлық кинематографтар жақсы түсірген екен. Ал комментарийға пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Мен сіздерге жеткізе алдым ба? Фильм қалай сіздерге? Және жақында кәрістердің тағы бір шедевріне киношолу жасап саламын арнама. Тіркеліп қойыңыздар. Сау, сәлеметті.